Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Танымал пиаршы мемлекеттік тілді менсінбейтін кәсіпкердің үстінен арыз түсірді. Айбар Олжабай Шоко Фэмили брендінің негізін қалаған кәсіпкер Рамиль Мухаряповтың үстінен шағым түсірді деп хабарлайды dalanews.kz. Бұған Мухаряповтың мемлекеттік тілге қатысты мәлімдемесі себеп болды. Орыс тілді сайттардың біріне егер сіз орысша сұрап, сізге қазақша жауап берсе, ол ұлтшылдық әрі төмен мәдениеттің белгісі деген кәсіпкердің сөзі қазақ тілді аудиторияның ашу-ызасын тудырды. Бизнесменнің әлеуметтік желідегі парақшасына 10 мыңнан аса пікір жазылып, қазақ тілді орта Мухаряповтың ел алдында кешірім сұрауын талап етті. Рамиль Мухаряповтың осы репликасы бар жағынан алғанда түсініспеушілік туғызып отыр. Себебі бүгін мемлекет басшысының өзі қазақ тіліне қатысты саяси арандатушылықты қою керек деп ескерткен болатын. Рамиль Мухаряпов бұл тұрғыда көп нәрсені ушықтырып жіберген сияқты, және оның арты бизнесі үшін жақсылықпен аяқталмайтыны көрініп тұр, дейді осы арайда Айбар Олжабай. Ал қазақ тілді аудитория кәсіпкердің өнімдеріне бойкот жарияламақ. Оның өнімдеріне баламалар ұсыныла бастаған. Шоко өнімдерін тұтынбай толық алмастыруға бола ма? Дала Инсайт телеграм арнасының жазуынша, Шоко Лайф ми купондарын 5 мартқа, Шоко Тревел авиабилетін Каспий Тревелге, Шоко Фуд жеткізу сервисін Глово мен Волтқа, Шоко Март.kz интернет дүкендерін Каспий.kz дүкеніне, iDoctor.kz дәрігер іздеу сервисін Doc.kz сервисіне, Рахмет Кешбек мобильді қосымшасын Досмарт қосымшасына алмастыруға болады. Былтыр Шоко Фэмили выручкасы 17,8 миллион доллар болған. Оның ішіндегі таза кіріс бойынша ақпарат жоқ. Бойкот, егер ол шын жұмыс істей бастаса, енді қараша-желтоқсан айларының түсіміне әсер ететін болады. Негізі Шоко үшін желтоқсан жаңа жыл қарсаңы ең басты кезең. Тура сол табысты уақыттың алдында тәжірибелі бизнесменнің бұлай қателесуі күтпеген жағдай болды, дейді Айбар Олжай. Пиаршы бұл мәселені жылы жаба салғанды жөн санамаған. Мухаряпов заңды бұзды ма? Басты сұрақ осы. Оған тек қана құзырлы орган арнайы тексеруден кейін жауап бере алады. Бірақ ол үшін азаматтық қоғам құзырлы органға жүгінуі тиіс. Конституциялық принциппен Рамиль Мухаряповтың репликасын Қазақстан Республикалық қылмыстық кодексінің 174 бабы 1 тармағы бойынша тексеруді сұрап, Алматы қаласының прокуратурасына арыз жібердім. Арыз 2022 жылы 02-54-31-55 нөмірімен ресми тіркелді. 11 қарашаға дейін прокуратура ресми жауабын жібереді, дейді әріптесіміз. Осы 174 бап не дейді және оның жазасы қандай? Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 174 бабы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыру бойынша мәселелерді реттейді. Бірінші бабында әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыруға азаматтардың ұлттық ар-намысы мен қадір-қасиетіне не діни сезімдерін қорлауға бағытталған қасақана әрекеттер. Сол сияқты азаматтардың дінге көзқарасы, тектік, топтық, ұлттық, рулық немесе нәсілдік қатыстылығын белгілері бойынша олардың айырмашылығын, артықшылығын не толыққанды еместігін насихаттау. Егер бұл іс-әрекеттер жария немесе бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып, сол сияқты әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты насихаттайтын әдебиетті немесе өзге де ақпарат жеткізушілерді дайындау немесе тарату жолымен жасалса деп көрсетілген. Ал жазасы 2 мыңнан 7 мыңға дейін айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл не 2 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыру. Рамиль Мухаряпов қылмыс жасады ма? Алдымен прокуратура оның белгілерін анықтайды. Егер иә анықталса, материалдар жинап, сараптама жасап, сотқа жібереді. Сот тараптардың дәлелдерін тыңдап шешім шығарады. Яғни барлық іске нүктені сот қояды. Егер прокуратура қылмыс белгілерін таппаса, ол нақты дәлелмен ресми жауап береді. Егер Мухаряповтың қылмысы дәлелденіп сот шешімі шықса, ол қандай жазаға тартылуы мүмкін? Мұндағы ең минималды жаза 2000 айлық есептік көрсеткіш. Қазір 1 айлық есептік көрсеткіш 3063 теңгені құрайды. Демек Шоко Фэмили басшысының ең аз жазасы 6 миллион теңге айыппұл болуы мүмкін. Бірақ тек мүмкін деп тұрмын. Себебі мәселені құзырлы органдар мен сот қана шешеді, дейді Айбар Олжай.